Әбу Тәліптің қолдауы. Мұхаммедтің жақтастары көбейе бастады. Бұрын оны жеңіл қабылдаған Меккенің бай-шонжарлары ақырындап санасатын болды. Себебі мұсылман болғандар ойға жүйрік, сөзге шешен болып шыға келетін. Діни айтыс-тартыста Құран аяттарын жатқа соғып, қарсыластарын жер қылатын. Олармен айтысқанда менмін деген кахиндер мен ақындардың аузына құм құйылатын. Бұл бетімен кете берсе, өздерінің Мұхаммедтің ықпалына түсетіндерін толық түсінді. Олар ұшқыннан от өршімей тұрғанда, оны дереу өшіріп тастауды қолға алды. Сөйтті де атасы Әбу Тәліпке барып арыз қылды. Әй Әбу Тәліп, сен аталарың Қағбаның кілтін ұстаған текті тайпадан едің. Әкең Әбдімүтәліп Зәмзәмнің көзін ашып еді. Өзің ата-баба дініне адал болған абыз ақсақалсың. Бірақ мына Мұхаммедтің абыройды төгіп болды. Көз көріп құлақ естімеген уағыздар айтады. Біздің қасиетті Лат, Узза, Манат сияқты ұлық құдайларды қуыршаққа балайды. Бізді бір жүрген ақмақ деп ойлайды. Бізде оның Алласын мойындаймыз, сөз жоқ. Ол да ұлық құдайлардың бірі. Қайдағы жоқ іблістің мысалдарын айтып, қайырсыз деп байлардың шымбайына тиеді. Өзде күшті бір сиқыр үйренсе керек, оған барған адамның басы айналып, атасының жолынан бас тартып шыға келеді. Үйіне барып бірнеше рет ескерттік те. Әй кәпірлер, сенің дінің саған, менің дінім маған деп өлең оқып кетті. Жердің үстімен барып едік, масқара болып жердің астымен қайттық. Енді ол бала бір тыңдаса сені ғана тыңдайды. Ұрыстың соңы сойылға ұласпай тұрғанда алдыңнан өтуді жөн көрдік, деп қатқылдау ескертті. Сол кезде Әбу Тәліп, Мұхаммед менің қолымда өскен. Қазір жасы 40-тан асты. Оның 40 жыл ғұмыры менің көз алдымда өтті. Ол өмірінде қылдай қиянат қылмаған адам. Берісі Меккеде, әрісі Шамда әділдік пен адалдықта оның алдына түскен жан жоқ. Міне, қазір жасым 70-ке тақады. Меккенің өмірі менің көз алдымда адам танымастай өзгерді. Ата-баба діні дейсіңдер. Қане сол баяғы атадан балаға мирас болған мұруа дәстүр. Естеріңде ме? Біз бала күнімізде тайпада бір жетім не бір жесір панасыз қалмайды. Қазір сендер бөтенді айтпағанда, екі атадан қосылатын туысыңды жастықтай жаншып, тулақтай илейсіңдер. Бала кезінде Қағбаның ішінде санаулы ғана пұт тұратын. Қазір солардың саны нешеге жетті, білесіңдер ме? Мұншама көп құдай қайдан балалап көбейіп жатыр. Құдайлар көбейген сайын елдің де ынтымағы ыдырап, бірлігі кетті. Енді міне, іріген сүттей болып отырсыңдар. Әбу Тәліп, дәстүріңді қайдан, бірақ біз құдайымызға адалмыз, деп біреу сөзін бөлді. Сен өйтіп сөзді бөлме. Мен де жақсы білем. Бүгінде сендердің құдайларың алтын мен күміс. Менің Мұхаммедім ешқандайда жаңа діні ойлап тапқан жоқ. Керісінше әлсізге жақтасатын, бәрін өзімен тең көретін мұруа дәстүрін жаңғыртып жатыр. Сондықтан мен оның жағындамын. Оған жала жаппаңдар. Мен тірі тұрғанда Мұхаммедтің басынан бір тал шаш түспейді деп, Мұхаммед үшін неге болса да дайын екенін ұқтырды. Келгендер қарсы уәж айта алмады. Себебі Әбу Тәліп олардың дертін дөп басты. Өткір тілмен шиқандарын жарды. Келгендер тілдерін тістеген күйі шығып кетті. Бұдан соң Мұхаммедтің ізіне ергендерді қудалау қарқын алды. Пайғамбардың өзінде реті келсе мұқатып қалатын. Кеудесі тар күншілдер, кахиндер мен арсыз ақындарға ақша төлеп, Мұхаммед жайлы неше түрлі құйтырқы өлеңдер шығартып, ел арасына таратып жіберді.